Бисмилля деп, өте жақсы көңіл күймен прага тортын жасауды бастаймыз. Барлығы шоколадтан жасалады. Ең алдымен жұмыртқамызды ағы мен сарысын ажыратамыз. Сарысын бөлек ыдысқа, ақуызын бөлек. Мені 6 дана болу керек. Енді ақуызымызға бір шым-шым тұз қосып, миксерлеп бастаймыз. Осылай кішкене ағарған соң, барлық бізге керек қанттың жарты бөлігін, яғни ол 150 грамның 75 грамы, яғни 75 грамымызды біз осы ақуызға бір қасықтан қосамыз. Енді жұмыртқамыздың сарысын миксерлейміз. Оған бірден салуға болады. 3 қасық қантымыздан қалған. Оны осылай ағарғанша миксерлейміз. Міне осындай болып ағарады. Енді ақуызымызды қосамыз, екеуін бірге араластырамыз. Ол үшін бізге осындай силиконовый лопатка немесе ағаш лопатка керек. Төменнен жоғары, яғни бір бағытта осылай асықпай ақырындап араластырамыз. Белогымыз түсіп кетпес үшін. Енді құрғақ заттарын саламыз. Ұн, какао және ұн қосқыш үшеуін араластырып аламыз. Және де жаңағы жұмыртқамызға ұн илегештен өткізіп салғанымыз жөн. Өйткені какаода жаңағы түйіршіктері болуы мүмкін. Және де ұн илектен өткізгенде ол қосымша ауамен байып, яғни жақсы болып көтеріледі бисквиттеріңіз. Қосқанда да 1-2 қасықтан қосып отырамыз. Міне осылай асықпай араластырамыз төменнен жоғары. Енді осы кезде бір 30 граммдай сары май қосып жіберсеңіздер де болады, еріген. Бірақ мен қосқан жоқпын, осылай да маған ұнайды. Оны формаға салып, 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Енді кремін жасаймыз. Креміне бір жұмыртқаның сарысы, су және қант. Одан кейін міне сгущенканың жарты банкасы керек. Бірақ мен бұл жерде өте тәтті болады екен, қантты қоспай қойсаңыздар да болады. Одан кейін оны біз су моншасында ұстаймыз, яғни астына кез келген ыдыс қоямыз да, суды қайнап жату керек. Үстіне осы жаңағы кремімізді қоямыз. Біраз ұстаймыз. Одан кейін қойып қоямыз. Суған соң осындай міне қою болып қалады олымыз. Енді жұмсақ майымызды 200 грамм, оны бірінші миксерлеп алып, яғни осы май мен креміңіздің бір температурада болғанын қадағалаңыздар, өйткені екеуі екі түрлі болса, біреу еріп кетіп, яғни дұрыс болмай қалады. Яғни жаңағы қайнатқан сгущенкаңыз әбден сусын, содан кейін барып қосасыздар. Бір қасықтан қосамыз. Сосын ең соңында бір қасық какао қосамыз да, тағы бір жақсылап миксерлеп аламыз. Болды, креміміз де дайын. Енді тортымызды құрастырамыз. Ол үшін міне коржымыз пісті. Оны біз 3 бөлікке бөлеміз.
менде 22 сантиметрлік форма болған. Осындай аласалау болады, бірақ үшке бөлінеді ол. Егер қатты биік болған қаласаңыздар 20 сантиметрлі форма алыңыздар. Міне үшке осылай бірінші шет жақтарын кесеміз. Одан кейін ортасында кесіп бөліп аламыз. Міне үш кожамыз шықты. Енді құрастырамыз. Ортасына крем жағып, кремді жұқа етіп жақсаңыздар болады, өйткені бұл майлы крем. Қалың етіп жақпай қойыңыздар, майлы болып кетеді. Одан кейін екіншісін тағы да крем. Және ортасына пропитка жағуларыңызға да болады, егер ылғалды болған қаласаңыздар. Ол үшін аздап суға бір қасық қантты араластырып, соны жағып шықсаңыздар болады. Маған осылай құрғақ болғанда ұнайды. Енді бетіне ең соңғы кожамызды қойып, қалған кремімізді жан жағына, бетіне жағып шығамыз. Тегіс болу үшін. Енді біз бетіне жағатын глазурін дайындаймыз, шоколадный. Яғни шоколадты аламыз, оны жаңағы су моншасына қоямыз. Және аздап 30 граммдай сармай қосамыз. Болды, әбден ерігенше ұстаймыз. Жақсылап араластырып, кішкене суыған соң, не осындай духовканың решеткасын қойып, астына үлкен ыдыс қойыңыздар. Сосын шоколадты құйып, солай аздап жан жағына жететіндей етіп, қасықпен осы видеода көрсетілгендей жасаймыз. Артық шоколады төмен аға береді. Қасықпен жетпеген жерлеріне осылай жеткізе бересіздер. Болды, осымен дайын тортымыз. Шоколадты жақсы көретін жандар үшін керемет торт болады. Ұнаса комментарий қалдырып, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.